Жер-жерде мегаполиске келетіндер бірінші кезекте пәтер іздейді. Ал жыл басынан бері жалдамалы баспананың құны 30%-ға қымбаттаған. Алып шаһарда пәтер жалдау құны қанша? Жалға берушілер қандай талап қояды, анықтап көрдік. Студенттер жазғы демалысқа кеткенде жалдамалы пәтер саудасы бәсеңсігенімен, күз айында сұраныс та баға да артады. Баспананы жалға алу құнын анықтау үшін алдымен сайтты шолып шықтық. Арнайы сайтты ақтарып көрдік. Алматыдағы пәтер құны мынадай екен. Бір бөлмелі пәтер 150-250 мың теңге аралығында. Екі бөлмелі баспананы жалдау ақысы 200 мың теңгеден басталып 350 мың теңгеге дейін жетеді. Ал 3 бөлмелік пәтерді жалдау құны 300 мың мен жарты миллионның аралығында. Баға пәтердің орналасу аймағына қарай да құбылады. Пәтер құнын анықтаған соң үй иелеріне хабарласып, мән жайды анықтадық. 240. Турксибский район, да? Да. 240. По Сейфуллина, по проспекту Сейфуллина, да. 250 тысяч, да, однокомнатная квартира? Да, там написано, да, 250 тысяч, однокомнатная, Бастамбекский район. Пара семейным сдаете? Смотрите, семейным парам нет. Нет, молодой семье сдаем. Молодая семья без детей желательно, без собак, без животных. Бұл кей үй иелерінің талабы. Бірақ пәтер иесінің қояр шарттары мұнымен шектелмейді. Баспана жалдаймын десеңіз, пәтер құнынан бөлек бір реттік төлем төленеді. Неге десеңіз, гәп мынада. Депозит есть? Конечно. 200 тысяч. Это в договоре же будет все прописано, да. Если вы за месяц должны предупредить, что съезжаете, тогда все как бы хорошо происходит и возвращается. Если вы за 2 дня говорите, что все, мы там съезжаем, то депозит, естественно, не возвращается. То есть в договоре это всегда указывается. Сайттағы бағадан шошып жетім бұрышты жағаладық. Комнатный қанша сонда? Қазір туықта 180-ден 200-ден жоғары. 180. Табасын бірақ. А если бір комната алсақ, бір бөлмелі? 150? Однокомнатный двухкомнатный разницасы 5 мың теңге. Лучше двух алсаң дұрыс. Бір бөлмеліде қанша қыз бар? 3 қыз? ғой. Оны хозяйкалар үшеу екеу деп бересің де, үштіре бересің, төртеу бесеу. Сен просто шулап қойсаң болды бұларды. Жетім бұрышта келісілген бағаға 30 мың теңге қосылады. Бұл делдалдың жұмыс ақысы. Бір жақсысы, мамандар ақшаны сіз үйге орналасқан соң алады екен. Біз құны мен шарттарын ұсындық. Таңдау өзіңізде. Бірақ алаяқтардың алдауына түсіп қалмаңыз.